видео жүріп жатыр ғой, иә. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі көптен бері салмап едім. Неше ай болды, 3 ай болды. Бүгінгі темаға жігіт жайлы болсын. Көбіне сол тема негізі жақсы өтеді екен. Жігіттің алдында ойын көрдік қой, енді бұл жолы сізге чувствосы бар ма, жоқ па, соны көреміз. Төрт вариант болады. Көрініп тұр деп ойлаймын. 4. Көрініп тұр ғой. Паузаға қойып тыңдасаңыздар болады. Бір вариантқа, мысалы, бір досыңыздың чувствосы бар ма, жоқ па, көру, бір еркек таңдасаңыз, келесіне тағы бір еркекті атын айтып таңдауыңызға болады. Таңдаңыздар деп ойлаймын. Бірінші вариант. Так, здесь иерофант. Бірінші вариантта бұл жерде жігіт, прошлый жігіт, потому что қазір жүріп жатқан жігітіңіз емес, бұрын жүрген жігітіңіз. И сіз оның енді чувствосы бар ма, жоқ па білгіңіз келіп жүр, потому что ол истинный желаниесін айтпайды, просто андай не қылады да, из-под тышка бүйтіп біресе андай ұнататын адам сияқты түр жасайды да, біресе холодный болып кетеді ше, как будто бір манипуляция сияқты. Бұл адаммен сіз бывшийіңізбен, кажется, общаетесь. Я. И сіз ойлайды екенсіз, бывшийіңіздің қызы бар деп ше. И маған чувствосы как будто бар сияқты, сол маған енді шаг жасай ма, жасамай ма деп ойланып жүрсіз. Негізі ол жасайды, бірақ тірліктері кішкентай баланың тірліктері сияқты, андай үлкен адамның тірлігі емес та, шактары кішкентай баланың. Сіз оны күтіп жүр екенсіз, чувствосы екен, сізде іштей бір жылулық бар әлі ол кісіге ше. Өйткені сөйлесесіздер, араласасыздар. И оның желаниясы сізге байқалады. Сіз ойлайсыз да, не ойнап жүр ма, мен неге енді жасамайды шағын, қайттан бастамаймыз ба, не істеп жүр деген сияқты. Он вообще-то ойланып жүр. Я, ойланып жүр. Потому что, кажется, бір трудность бар сияқты, да, өмірінде. Я, по работе, кажется, трудность бар, поэтому он там думает, қызға уақытым өзі бола ма мен, или болмай ма деп ше. Ал сіз соның сөйтіп сізге деген отношениесін көресіз да, жаңағыдай. Біресе жазып, біресе жазбай, или там хабарласпай жүргеннен кейін сіз ойлайсыз, күш деп андай отдаляетесь потом. И ол сол кезде обращает внимание, сіз отдаляться еткен кезде. Интересно. Здесь есть. Просто алдындары прям бұл зависимый отношение болыпты да. Потому что сіздер барлығын құртып, қайтан жаңадан отношение құрғансыздар. Алдында да көп рет шанс бергенсіз сіз ол кісіге. Бірақ арада ол как-то андай бір измена жасаған сияқты да сізге. Сондықтан да сіз уже қорқасыз да бір жағынан сенуге оған.
Қыздар, я бы сказала, осы таңдап отқан қыз бірінші вариантта. Не надо қабылдап. Өйткені бұл жерде ол как маленький мальчик будет себя вести, сізді как мамочка ретінде қасында ұстап жүрсе, ему так удобнее, да? Поэтому керек емес. Лучше дождитесь өздеріңіздің алда келе жатқан. Соның басқа варианттар новые отношениеге. Новые отношения келе жатыр, по идее. Просто сіздер прошлый әлі жібермегенсіздер, поэтому новые отношения әзір келмейді. Как только осыны құртасыздар, сол кезде келеді. Бірінші вариантта қыздарға солай айтатын едім. Бұл как экспресс расклад сияқты болады. Қатты ұзақ қылмаймын. Алдындағысын ұзақ қылған бұл жолы. Ой, мен ананы салып жүрмін ба? Бірінші вариант. Так. Екінші вариант. Эй. Какой-то мальчик. Который деньги любит, тема. Бұл жерде чувства жоқ вообще баланың. Екінші вариант таңдаған қыздар. Он, как сказать, әлі не дорос сондай неге. Қалайсам болады. Ол әлі кішкентай бала сияқты неғып жүр екен. Екі стулда отырғысы келіп жүр екен, да? Көптеген варианттар ұстайды екен, только бір қызбен ғана не общается, оказывается, көптеген қыздармен общается, соцсетеді, прям активный, өзін как император сияқты ұстайды, но іште кішкентай бала, тірлігінің бәрі сондай. А оған қалталы қыздар ұнайды екен. Я, қалталы қыздар ұнайды. Бір қызбен сөйлесіп жүрді. Сізбен сөйлесіп жүрсе, мысалы, тағы да үшінші қыз бар. 100% айтамын. Үшінші қыз бар. И он думает, кого же выбрать? А зачем ему вообще выбрать? Мен түсінбеймін осындай адамдарды ше. Если біреумен, если ұнатса, біреумен сөйлесу керек қой. Ол әлі өзі түсінбей жүрген сияқты ғой. Ой, вай, его переполняют эмоции, да? Вот смотрите, кішкентай баланың тірлігі вот солнце шығып тұр, я? И сам обжигается өзінің тірліктеріне потом. Как-никак карма есть же. Барлық қазір ол жасап жатыр, я? Оған білінбейді. Но в будущем алдынан шығады ол нәрселер. Вот десятка мечей шығып тұр. Өзіне есін алады. По справедливости өзінің тиесілісін алады, потому что әркімнің чувствосымен ойнаған адамдар по заслугам бәрібір алады. Вот екінші вариантта қыздар. Зачем вам бұл жігіт? Если он даже өзін жақсы көретін адамын дұрыстап таңдай алмаса, просто андай ойнап, ой, давай просто уақыт өткізе салайыншы. Осы мен қызықта оған. Поэтому вообще заблокируйте просто. Ойламаңыздар, даже ой чувствосы бар ма, маған жақпа деп. Нету. Үшінші вариант. Король кубков. Ой, такой эмоциональный мальчик, что-то был жолы.
Смотрим. Үшінші вариант. Мен айтайын, бұл бала вообще отношения жайлы ойлап жүрген жоқ. Былай айтқанда, ол көбіне материальный жағы, мысалы қалай машина алсам болады, қалай үй салсам болады, или там бір шетелге шықсам екен деген сияқты бір пландары көп. Өзінің мындай материальный жағын дұрыстап алғысы келіп жүр екен да. А вот мына қыз шығып тұр. Қыз бұл мүмкін сіз шығар, или өзінің мамасы. Сол адамға мен барлық нәрсені жағдайын жасасам деген ойда жүрді. И сол үшін де қазір сол нәрсені көп ойлағандықтан ода депрессия, прям не істесем болады деген сияқты. Қалай ақша табам деп. Да, сізге вот по поводу вас енді сізге прям чуть-чуть несі бар, сезімі енді ашылып жатқан сияқты. Енді жаңа таныстық па, сондай болу керек, потому что андай ұзақ болмаған сөйлескендеріңізге. Бала прям қатты привязанность әрі арада болмағанда, бауыр басу ше. Сондықтан да әлі уақыт көрсетеді, әлі отношениеде. Енді еркек адам бірден қатты ұнатып кету қиынырақ қой. Көбіне еркек адам не маңызды? Бірінші материальный жағдайды дұрыстап алсам деген ой еркектердің басында тұрады. Как-никак қызбен жүрсе де жүрмесе де. Вот. Бұл бала шамалы материальный жағына қатты қарайтын бала екен. Ол да дұрыс шығар. Жас жігіт сияқты ғой. Өзін енді іздеп жатқан. Я бы сказала, уақыт көрсетеді. Сөйлесіңіз, араласыңыз, көріңіз. Прям сезім ашылып жатса, оны көрерсіз. Что жақсы бала, если болашағын ойлап өстіп қазірден тірлік істеп жатса, значит, есть шанс. Так, төртінші вариант. Ой, карталар сөйлеп отыр ғой. Прям төртінші вариант что-то сложный болады сияқты. Картам ауырлап кеткен. Төртінші вариант. Ой, не, домкаға түсіріп жүргенсіздер. Төртінші вариант тағы жігітті. Осы төртінші варианттағы бала дәл қазір не до отношения, не до вас болып тұр, потому что өмірінде бір ситуация болған, и повешенный неде тұр да, сезімде. Повешенный деген енді алға жылжымай жатыр. Не туда, не сюда, не істесем екен деп, короче, ойы көп ше. Өзін таппай жүр. И кажется, проблема с деньгами. Точно. Уход из отношений бұрынғы әлі шыға алмай жүр. До конца шықпаған. Көп ойлайды. Бұрынғы қызын көп ойлайды. Я. Ой, как трудно ему. Прям қатты ғашық болған сияқты ғой жігіт. Карталар жылап отыр ғой. Я көп болған. Бұрынғы қызынан. Кажется, екеуі недопонимание болған сияқты араларында. И ему сейчас трудно. Поэтому ол сізбен сөйлесіп жүр, но все равно в душе ол жібермеген до конца қызын. Енді оңай емес, көп жылдар жүрген сияқты ғой бұл орайда. И бірден новый отношениеге кіріп кету де оңай емес, конечно. И жаңағыдай проблема болып жатыр еще по финансам. Жұмыстан уволился, наверное, поэтому вообще қиын болып жатыр, я. Вообще не видит возможности в будущем.
менде барлық болады, менде любовь болады вообще. Или жұмысқа мен тұра аламын ба, тұра алмаймын ба там. Какие мысли? Такой депрессивный человек. Прям депрессуха ұстап отыр ғой. Ну, трансформация болып жатыр ішінде. Бізде болады ғой сондай ситуациялар кейде. Өмірде барлығы рушится, потом қайттан жаймендеп көтерілесің. Вот сондай ситуацияда бұл палатада. Түсіністікпен қарауға болады. Ол бывшаясын әлі ұмытпады дегенмен сізге бір сізбен жайдан жай сөйлескен жоқ шығар енді. Ішінде шамалы болсын бір сезім бар да, бірақ оны өзін түсінбегеннен кейін ол нәрсеге жауап бере алмайды. Понимаете? Шамалы күтулеріңіз керек ау. Шамалы жайына қалдырасыздар ау. Потому что пусть решится енді проблемасының барлығын, шамалы өз-өзіне келсін, трансформациясынан өтсін ішіндегі алай-дүлей болып жатқан нәрселер тынышталсын, потом барып сөйлесулеріңізге болады. Өйткені сіз қазір оған көмектесем деп бүйтіп нәрсе істегенмен ничего не помогает. Я разбитое сердце. Незі, ой, капец, бір жақсы не шықсайшы. Жақсы карта шықсайшы. Қыздар, я вам советую просто отдалитесь. И былай мен бұл баланы ойлап, не істесем болады, қалай көңіл тапсам болады деп вообще ойламаңыз да, просто оставьте в покое, өзі разберется сам. Не надо помогать. Әркім өз трансформациясын өзі өту керек. Еркегі там как-никак сам справится. Солай, 4 вариант. Экспресс-расклад болды. Потому что ұзақ созып отыратын менде жетпейді. Сөткімде уақыт. Келер жолы прям бір мен вдохновением ашылған кезде ұзағынан істейтін шығармын, может. Бүгін что-то захотелось, сделала. Барлықтарыңызға рахмет. Сіздермен болған Адина.